Сәлеметсіңдер ме балалар, 4-ші сыныптың 6-шы сабағы. Бірінші есепте есептеуді қалай орындалатынын түсіндір дейді. 14.000 мен 14.000 айырмасы 0, 92.000 мен 80.000 айырмасы. Жақша ішінде 80.000 қосу 12.000 азайту 2.000. 8.000 тең болады 80.000 азайту қосу. Жақша ішінде 12.000 азайту 8.000. Жақша жабамыз 80.000 мен 4.000 қосындысы 84.000. Келесі есебіміз 253.457 мен 400-дің айырмасы азайту 50 азайту 7. 253.057 азайту 50 азайту 7 тең болады 257.207 азайту 7 253.000. 405.000 мен 80.000 қосындысы қосу 700, 485.000 қосу 700 тең болады 485.700. 789.000 мен азайтамыз 80.000, одан азайтамыз 9.000-ды, 709.000 азайту 9.000 тең болады 700.000. 100.000 қосу 20.000 қосу 8.000 қосу 30.000, 120.000 қосу 800 қосу 30. Сонда 120.800 қосу 30, 120.830. 480.000 48.000-ға қосамыз 5.000 қосу 40.000 қосу, жақша ішінде 8.000 қосу 5.000, жақша жабамыз 40.000 қосу 13.000 тең болады 53.000. 79.000 қосу 6.000 тең болады 70.000 қосу, жақша ішінде 9.000 қосу 6.000 тең болады 70.000 қосу 15.000 болады 885.000. Келесі есеп 34.000 қосу 9.000 қосу 30.000 қосу, жақша ішінде 4.000 қосу 9.000 тең болады 30.000 қосу 14.000 43.000. 12.000 қосу 8.000 тең болады 10.000 қосу, жақша ішінде 2.000 мен 8.000 тең болады 10.000 қосу 10.000 20.000. 53.000 азайту 5.000, жақша ішінде 40.000 қосу 13.000 азайту 5.000 тең болады 40.000 қосу, жақша ішінде 13.000 мен 5.000 айырмасы тең болады 40.000 қосу 8.000 48.000. 31.000 азайту 7.000, 20.000 қосу 11.000, яғни 11.000-ын бөлек алдық, азайту жақша сыртында 7.000, 20.000 қосу 11.000 мен 7.000 айырмасы 20.000 азайту қосу 4.000 24.000. Есептеулердің қалай орындалатынын түсіндір және тексер дейді. 76.100 азайту 400, 76.100 азайту 100 азайту 300 тең болады 76.000 азайту 300 тең 75.700. 29.000 қосу 40.000, 9.000 қосу, жақша ішінде 20.000 қосу 40.000 тең болады 9.000 қосу 60.000 69.000. 60.700 азайту 900, 60.700 азайту 700 азайту 200 тең болады 60.000 азайту 200 тең 59.800. Үшінші есеп мәтінді редакциялауды 4.126.991, электронды почтаны 2.493.122 шешуі 4.126.991-де бірге 2.493.123-ті қосамыз. Сонда 6.620.113. Сонда барлығы 6.620.113 адам мәтінді редакциялауды, электронды почтаны қолдануды меңгерді. Кестеден алынатын ақпараттар мәтінді редакциялауды, электронды почтаны қолдануды меңгерген ер адамдардың саны, әйел адамдардың санын алуға болады. Барлығы қанша адам мәтінді редакциялады, электронды почтаны қолданды, басқа бағдарламаларын меңгергенін білуге болады. Төртінші есептеудің тиімді тәсілін түсіндір дейді. 450.035 азайту 999 азайту тең 450.035 азайту 1000 қосу 1 тең 450.035
49035 қосу 1 44936. 567.000-нан 990-ды азайтамыз. 567.000 азайту 1000 қосу 1 тең болады 666 мыңға қосамыз 1-ді 666.001. 765.000-нан азайтамыз 1999 тең 765 азайту 2000 қосу 1 763.000-ға 1-ді қосамыз, сонда 763.001. 467.000-нан 60.999-ды азайтамыз, сонда 467.000 азайту 61.000 қосу 1 406.000 қосу 1 406.001. Бесінші есепті досыңа тексеруге бер, қосуды қалай тексеруге болады, азайтуды қалай тексеруге болады. Бұл жерде 286.000 азайту 80.000 азайту 6.000, 206.000 азайту 6.000, 200.000, 905.000 қосу 70.000 қосу 700.000, 975.000 қосу 70, сонда бізде 975.700 шығады. 100.000 қосу 70.000 қосу 200 қосу 40, 170.000 қосу 200 қосу 40, 170.200 қосу 40 тең болады 170.240. 92 миллион қосу 80.000, 92 миллион 80.000, 92 миллион 80.000, 82 миллион азайту 60 миллион тең болады. Жақша ішінде 60 миллион қосу 22 миллион азайту 60 миллион тең болады. 22 миллион қосу жақша ішінде 60 миллион азайту 60 миллион 22 миллион. 56 миллион азайту 9 миллион тең болады. Жақша ішінде 40 миллион қосу 16 миллион азайту 90 миллион тең болады. 40 миллион қосу жақша ішінде 16 миллион азайту 90 миллион тең болады. 40 миллион қосу 7 миллион тең болады. 47 миллион. Бесінші есептің қалғаны 286.000-нан 80.000-ді азайтамыз. Бұл жерде бағамдау түрлері сіздерге беріліп тұр, мен оны отырмаймын. Алтыншы есеп. Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында әр 10 жыл сайын халық саны қаншалықты өскенін калькулятордың көмегімен есепте. Өзің тұратын жердегі немесе жақын орналасқан қаладағы халық санын анықта дейді. 613.006-дан 328.341-ді азайтамыз. Сонда 284.665 бұл 2009 жылғы саны. 1.078.384-тен 613.006-ны азайтсақ 465.378. Бұл 2019 жылғы ақпарат. Адам саны. Нұр-Сұлтан қаласында 2009 жылы 284.665 адамға өссе, 2019 жылы 465.378 адамға өсті. Екінші, 1.365.632-ден 1.330.621-ді азайтамыз. Сонда 235.011. Бұл 2009 жылғы ақпарат. 1.184.656-дан 1.365.632-ні азайтсақ 489.024. Бұл 2019 жылғы ақпарат. Сонда Алматы қаласында 2009 жылы 235.011 адамға өссе, 2019 жылы 489.024 адамға өсті. Жетінші есепте 8 таңбалы сан жаз, қандай цифрлар қолдандың? Ол цифрлардың ең үлкен және ең кіші 8 таңбалы сандары құрастыр дейді. 37.461.582 8 таңбалы сан. Қолданған цифрлар 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ең үлкен 8 таңбалы сан 87.654.321. Ең кіші 8 таңбалы сан бұл жерде 12.345.678. 8 әріптерді қандай цифрлардың белгіленген анықта. АБВ, АБВГ, ВГД, ВГ. Г0, В1, В2, А5,
4. Сонда 5210-ға 5210-ды қоссақ, 10420. Қандай есептеулерді ауызша, қандай есептерді жазбаша орындауға болатынын анықта. Өрнектердің мәнін тап, калькулятордың көмегімен есептеуді тексер. Бірінші, екінші есептерді жазбаша орындауға болады. Жақша ішінде. Не балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше арнамызға тіркелуді